Расул Гамзатов. Менің Дағыстаным. Күндердің күнінде Парижде бір дағыстандық суретшіні кездестірдім. Революциядан кейін іле-шала оқуға кетіпті де, итальян қызына үйленіп, еліне қайталмай қалыпты. Тау ішіндегі дәстүрге үйреніп қалған әлгі дағыстандық жігіт көпке дейін өзінің жаңа отанына үйрене алмай жүріпті. Жер жүзін талай шарлап, алыстағы бөтен елдердің жарқ-жұрқ еткен астаналарында да болыпты. Бірақ қайда барса да туған елін аңсап, зарыққан сезім соңынан қалмай қойыпты. Осындай сезімнің бояу арқылы бейнеге қалай айналдырылғанын көргім келді, өзің салған суреттерді көрсетші деп өтіндім. Бір суреттің аты елді аңсау екен. Суретті байырғы авар киімін киген итальянка, суретшінің әйелі, бейнеленген. Ол тау ішіндегі бұлақтың басында тұр, қолында атақты Гацатлин шеберлерін ақштап жасаған күміс құмыра. Тау баурайында қайғырып тұнжырап тұрған авардың тас ауылы. Ауыл үстінде төніп тұрған таулар бұдан да бетер қайғырып тұнжыраулы. Тау төбесін тұман басқан. Тұман, деді суретші, ол таудың көз жасы. Таудың баурайын тұман басқанда тастың тілім-тілім әжімін бойлап мөлдір тамшы ағады ғой. Тұман, бұл мен. Екінші суреттен тікенек бұтаның басында отырған құсты көрдім. Ал бұта болса, жалаңаш тасты қақ жарып шығып өсіп тұр. Құс сайрап тұр да, оған өз үйінің терезесінен қайғылы бір тау қызы қарап тұр. Менің суретке назар аударғанымды байқап қалды да, бұл аварлардың көне аңызының желісі бойынша салынған сурет деп түсіндірді суретші. Қандай аңыз бойынша? Құсты ұстап ап, торға қамап қойыпты. Торға түскен құс күні түні бірдей елім, 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 елім деп қақсай беріпті. Соңғы жылдар бойы тап осылай қақсап жүрген мен сияқты. Құс иесі ойлапты. Бұның елі қандай екен, ол қайда болды екен? Мүмкін мұның елі жұмақтағы ағаш өсіп, жұмақтағы құс мекендейтін гүл жайнаған тамаша бақ секілді шығар. Мен осы құсты далаға қоя берейін де, оның қай жаққа ұшып кеткенін көрейінші. Сонау алыстағы ғажап елдің жолын көрсетсін маған. Сөйтіп ол тордың қақпағын ашыпты. Құс қақ жарып өсіп тұрған тікенек бұтаға қоныпты. Осы бұтаның жапырағының арасында ұясы бар екен оның. Мен де өз еліме өзімді өзім қамаған тордың терезесінен қарап жүрмін ғой деп аяқтады әңгімесін суретші. Елге неге қайтқыңыз келмейді сіздің? Кеш қой. Кезінде туған жерімнен жанып тұрған жас жүрегімді алып кетіп едім. Енді еліме тек қаудыраған қу сүйегімді қайтаруға хақым бар ма менің? Парижден оралысымен-ақ әлгі суретшінің туған туысқандарын іздеп тауып алдым. Таң қалғаным сонша, оның шешесі тірі екен әлі. Суретшінің туған туысқандары тоқал үйге жиналып, өздерінің елден безіп кеткен, туған жерін жат жерге айырбастап жіберген ұлы жайындағы әңгімемді күңіреніп, қайғы қасіретпен тыңдады. Бірақ ұлына кешірім еткен секілді болып көрінді маған. Олар оның тірі жүргеніне қуанды ма қалай? Әйтеуір кенеттен шешесі, сендер аварша сөйлестіңдер ғой деп сұрады менен. Жоқ, біз тілмәш арқылы сөйлестік. Мен орысша, ал сенің ұлың французша. Ұлының өлгенін жаңа естігендей боп, бетін қара орамалмен жауып ала қойды суретшінің шешесі.
Үйдің шатырын тырсылдатып, далада жаңбыр жауып тұр. Біз аварияда тұрмыз. Ал жердің екінші жағында, Парижде, Дағыстанның адасқан ұлы да мүмкін жаңбырға құлақ салып отырған шығар тап осы сәтте. Біраз үндемей отырғаннан кейін суретшінің шешесі айтты: «Сен қателестің, Расул. Менің ұлым баяғыда өліп қалған. Сенің көргенің менің ұлым емес. Менің ұлым өзім үйреткен, авар анасы үйреткен тілді ұмытуға тиіс емес». Аударған Кенжеболат Шалабаев.